Менің ғылыми жобамның тақырыбы цифрлық дәуірдегі отбасы құндылықтары, дәстүр мен заманауилық үндестігі. Бүгінгі күнде смартфон біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Ата-аналар да, балалар да күні бойы телефон мен планшетке қарап отырады. Кейде біз бір үстел басында отырсақ та, әркіміз экранында. Телефон пайдалы, ақпарат алу, байланыс, ойын-сауық бәрі бар. Бірақ экранға тым тәуелді болсақ, бір-бірімізге қарауға, сөйлесуге, бірге уақыт өткізуге уақыт азаяды. Отбасы мүшелері бір-бірімен сөйлесуден гөрі тек өз телефонда уақыт өткізсе, жылулық пен түсінік азайып, байланыс үзіліп кетеді. Сондықтан қазіргі заманның маңызды мәселесі смартфонды дұрыс пайдаланып, отбасы қарым-қатынасын сақтау. Жобаның негізгі мақсаты цифрлық технологиялардың отбасы құндылықтарына әсерін зерттеу. Жобаның өзектілігі қазіргі таңда смартфон, интернет және әлеуметтік желілер адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Цифрлық технологиялар білім алуға, ақпарат алмасуға үлкен мүмкіндік береді. Алайда олардың отбасы қарым-қатынасына әсері де бар. Осы мақсатқа жету үшін мен алдымен мынандай міндеттер қойдым. Отбасылық дәстүрлі құндылықтарды анықтау, цифрлық технологиялардың отбасы қарым-қатынасы әсерін талдау, оқушылар арасында сауалнама жүргізу. Сауалнама қорытындысы бойынша 60% оқушы күніне 4 сағаттан артық телефон қолданады, 70% телефон отбасы уақытын азайтады деп есептейді, 80% аптасына бір күн гаджетсіз күн өткізу дайын екенін айтты. Мен өз отбасымда гаджетсіз кеш ұйымдастырдым. Сол күні біз бірге шай іштік, әңгімелестік, үстел ойындарын ойнадық. Нәтижесінде отбасы мүшелері бір-бірімен көбірек сөйлесіп, жылы атмосфера қалыптасты. Осы жоба арқылы жастар арасында отбасы құндылықтарының маңызы артады. Телефон қолдану мәдениеті қалыптасады. Отбасылық қарым-қатынас нығаяды. Дәстүр мен заманауилық үйлесімді дамиды. Зерттеу нәтижесіне сүйене отырып мынандай ұсыныстар жасаймын. Аптасына бір рет гаджетсіз кеш ұйымдастыру, ортақ отбасылық дәстүр қалыптастыру, телефон қолдану уақытын шектеу, бірге спортпен немесе шығармашылықпен айналысу. Қорытындылай келе, цифрлық технологиялар заман талабы, бірақ олар отбасы бірлігінің орнын алмастыра алмайды. Егер біз технологияны саналы түрде пайдалансақ, дәстүрлі құндылықтарымызды сақтай аламыз. Қорытындылай келе, цифрлық технологиялар заман талабы, бірақ олар отбасы бірлігін орнын алмастыра алмайды. Егер біз технологияны саналы түрде пайдалансақ, дәстүрлі құндылықтарымызды сақтай аламыз. Отбасы қоғамның негізі, құндылықтар сабақтастығы сақталған жағдайда ғана рухани бай тәрбиелі ұрпақ қалыптасады. Назарларыңызға рахмет.